Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары? Бүгін геометрия пәнінен 3-ші тоқсандағы үшбұрыштың теңсіздігі деген тақырыпты қарастырамыз. Тақырыпты қарастырмас бұрын каналға подписаться батырмасын басып, тіркеліп алуларыңды, лайк басып, комментарий жазып отыруларыңды сұраймын. Енді үшбұрыштың теңсіздігі деген тақырыпты қараған кезде біз міндетті түрде үшбұрыштың қабырғалар арасындағы негізгі қатынастардың бірі үшбұрыштың теңсіздігі болып табылады. Яғни үшбұрыштың әрбір қабырғасы басқа екі қабырғасының қосындысынан кіші болады деген теореманы есептерімізде қолданатын боламыз. Бұл каналда 1-ші сыныптан 9-ші сыныпқа дейін математика, физика пәндері көрсетілетін болғандықтан, сендерге тиімді болса, сыныптастарыңменен, аға әпкелеріңменен ссылкасын бөліссеңіздер де болады. Енді бірінші есепті қарайық. Асында 13 см, 2 см, 8 см, 1 метр, 0,5 метр, 0,5 метр шамалары болатын үшбұрыш салуға болама дейді. Болмайды екен, себебі 2-ке 8-ді қоссам, ол 13-тен кіші болып қалады. Ал теоремада бізде керісінше болған. Сол секілді 0,5-ке 0,5-ді қоссам да 1-ге тең болып қалады. Сондықтан екеуінде де онда үшбұрыш салуға болмайды екен. Келесі 17-ші есепте үшбұрыштың қабырғалары дейді. 1, 2, 3, 2, 3, 6, 1, 1, 1, 2 қатынасында болама дейді. Және тең бүйірлі үшбұрыштың бір қабырғасы 25 см, ал екіншісі 10 см. Осылардың қайсысы табаны болады дейді 17-те. Енді 17-де 2-ні қарап тұрсақ, бұның ешқайсысында да болмайды екен, себебі бағанағы біздің теоремамызға қайшы келіп тұр. Ал 17-те 3-ті қарасақ, біздің табаны 10 см болады. Себебі егер біз табанын 25 қабыл алатын болсақ, онда екі бүйір қабырғасы тең бүйірлі болғандықтан 10-10-нан болған кезде жаңағы үшбұрыш сызылмай қалады. Сол үшін табанын 10, бүйір қабырғаларын 25 деп алатын боламыз. Бұл каналда сонымен қатар ТЖБ, БЖБ пәндерінен өзіңді тексер деген қорытынды сабақтардың барлығының тапсырмалары түсіндіріліп берілетін болады. 17-де 4-ті тең бүйірлі үшбұрыштың екі қабырғасы берілген дейді. 6 см және 3 см, 8 см және 2 см. Оның үшінші қабырғасын тап дейді. Ал 17-де 5-те былай дейді. Туристік топ А пунктінен Б пунктіне жету керек. Міне қасында суреті беріліп тұр. А пунктінен Б пунктіне апаратын бірнеше жол бар. Кез келген жолдағы қозғалыс жылдамдығы бірдей болса, олардың қайсысымен жылдамдығы жетуге болады? Жауапты түсіндір дейді. Ондай болса, біз міне АВ кесіндісі ең қысқа жол екенін көріп тұрмыз. Ал енді 17-те 4-ті қарайтын болсақ, үшінші қабырғасы 6 см болады. Себебі тең бүйірлі үшбұрыш болғандықтан, жаңа алдындағы айтқандай, бұның табаны 3 см болады да, бүйірлері 6 болады екен. Ал әсіншісінде үшінші қабырғасы 8 см болады. Себебі табаны тағы да 2 см болады да, тең бүйірлі үшбұрыш болғандықтан, бүйір қабырғалары 8-ге тең болады екен. Келесі 17-те 6-шы есеп. Тең бүйірлі үшбұрыштың бір қабырғасы 12 см, екінші қабырғасы 5 см. Осы үшбұрыштың периметрін табыңдар дейді. Яғни біз бұл жерде периметр деген үш қабырғасының қосындысы тең бүйірлі болғандықтан 12-ні 2-ге көбейтіп, оған 5-ті қоса саламыз. Ал 17-де 7-ші есепте бізде керісінше периметрлі беріліп тұр, бір қабырғасы беріліп тұр, және бір қабырғасы одан 2 есе артық екені білініп тұр. Яғни бұндай болғандықтан біз жаңағы секілді ұзын қабырғалары, ол бүйір қабырғалары деп есептеп, 5х тең 20-ға деп, х-ті тауып 4 деп, 4-ті 2-ге көбейтіп 8 деп, үш қабырғасын таба аламыз. Енді 17-те 8-ші есепте мынандай үш сурет берілген екен. С түзуінің бойынан АС-ға СВ-ны қашықтықтарын қосындысы ең кіші болатындай С нүктесін көрсетіңдер дейді. Яғни С түзуінің бойынан біз нүктелерді белгілеуіміз керек екен. Егер балалар сендер үлгермей жататын болсаңдар, онда тоқтатып қойуға, видеоны артқа қарай қайтарып, қайталап көруге болады екен. Енді міне, жаңағындай айтылғандай қашықтығы ең қысқа болатындай етіп, С түзуінің бойынан үш жағдайда мынандай нүктелерді белгілеуге болады екен. Келесі 17-те 9. Үшбұрыштың әрбір қабырғасы оның периметрінің жартысынан кіші болатын дәлелдеңдер дейді. 17-де 10-да үшбұрыштың медианасы оның жарты периметрінен кіші болатын дәлелдеңдер дейді.
11-де үшбұрыштың кез келген ішкі нүктесінен оның төбелеріне дейін қашықтардың қосындысы соның жарты периметрінен үлкен болатын дәлелде. Үшбұрыштың медианасы оны шектейтін қабырғаларының қосындысына артық болатынын дәлелде дейді. Енді 17-9-ды қарайық. АВЦ бұл үшбұрыштың қабырғалары болса, бізде дәлдеу керек, яғни әрбір қабырғасы, яғни периметрдің жартысы П бөлу 2-ден кіші екенін дейді. Оны міне дәлелдеу жазылып тұр. Осы дәлелдеуден қарап аласыңдар. Енді 17-10-да міне медиана беріліп тұр. Ол медиана болғандықтан қабырғаны тең 2-ге бөліп тұр. Тең 2-ге бөлді, 2 үшбұрыш пайда болды. Сол үшбұрыштар бойынша біз міне медианалы қабырғаларды тауып бір-біріне қосып, мынандай дәлелдеу арқылы жаңағы медиананың да периметрдің жартысына кіші болатынын таба аламыз. Ал 17-де 11-де әрбір төбелеріне нүкте, үшбұрыштың ортасындағы нүктеден төбелеріне дейінгі қашықтықтарының қосындысын қосып алып, міне ұқсап табамыз. Яғни бұл керісінше периметрдің жартысынан артық болады екен. Енді 17-де 12-ші есеп, бұнда міне ДЦ медиана үшбұрыш берілген. Бұл жерде жаңағы медиананың бүйір екі қабырғасының қосындысының жартысына тең екенін дәлелдеу керек болып тұр. Дәлелдеуін балалар қарап алыңдар. Енді 17-3-те 17-4-те міне мынандай екі сурет беріліп тұр. Бұл екеуінде де АЦ алу сывы қашықтықтарының айырымы ең үлкен болатындай етіп, С түзуінің бойынан С нүктесін салыңдар дейді. Оны міне салынуын көрсетіп қойдым. Егер осылай біз белгілейтін болсақ, онда АЦ-дан сывыны алған кезде ең үлкен мән пайда болады екен. Яғни АЦ-мыз ең үлкенді, сывымыз кіші. Яғни олардан алып тастасақ, неғұрлым С түзуіне С нүктесі жақынырақ болу керек екен. Енді 17-5-де міне тура сонда есеп. С түзуінде осы АЦ-дан сывының қашықтықтарының айырымы ең үлкен болатындай С нүктесін салыңдар дейді. Бұны да міне нақсап салады екен біз. Егер балалар үлгермей жатсаңдар, және тағы да қайталап айтамын, видеоны тоқтатып қойып, дәлелдеуін дұрыстап жазып, қарап, түсініп алуларыңа болады. Барлық дәлелдеулер бағанағы ең басында көрсетілген үшбұрыштар теңсіздігінің теоремасынан шығып тұр. Каналға алғаш қосылып отырған болсаңдар, жаңа тақырыптарды бірінші болып көргілерің келсе, онда міндетті түрде подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп алыңдар. 17-де 16-да мынандай 4 елдімектен 4 нүктеменен белгіленген екен. Енді осы наубайханадан барлығына ең жақын болатындай етіп, наубайхананы қай орынға салу керек дейді. Енді бұны міне 3-4 нүктесі берілген, АД, СВ деген. Осы нүктелердің қай жеріне біз наубайхананы салуымыз керек. Яғни әр нүктеден жақынырақ болу үшін. Ол үшін міне А менен С-ны, Д менен В-ны қосып кесінділер жүргіземіз. Екі кесіндінің қиылысу нүктесі ол F нүктесі деп белгілеп отырмыз. Яғни осы барлығының ортасы қиылысу нүктесі F нүктесіне осы наубайхананы салған дұрыс. Себебі барлығына ең қысқа жол осы нүкте болады. Келесі жаңа білімді меңгеруге дайындалыңдар дейді. Яғни мына тарауда аяқталып отыр. Сондықтан келесі тарауда бізде шеңберге байланысты есептер болады. Соған міне 17-17 есеп беріліп тұр. Яғни циркульдің көмегімен центрі О және радиусы 2 см болатын шеңбер салыңдар дейді. Яғни циркульді қолданып, сызғышпенен 2 см өлшеп алып, мына секілді шеңбер салсыңдар да, ішінен бір нүкте А деген, сыртынан бір В деген нүкте белгілеп аласыңдар. Сонда қарап тұрсақ, міне сендерге жазып қойдым. Центр мен ішкі нүкте сыртқы нүктелердің ара қашықтығын.